Петропавл кәсіптік техникалық колледжі, ауыл шаруашылық өндірісіндегі тракторист машинисі біліктілігі 24-ші топтың кәсіби қазақ тілі пәнінің мұғалімі Жүнісова Ырсалды Шаймұратқызы. Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы анықтама. Сабағымыздың мақсаты анықтаманың құрылымымен танысып, өзіне тән ерекшелігін білеміз. Анықтама мазмұны белгілі фактіні, оқиғаны дәлелдейтін, растайтын, сипаттайтын ақпараттық анықтамалық іс қағаздарының түрі. Анықтама қандай мазмұнда беріледі? Жеке басты куәландыратын құжаттарды жоғалтып алғанда, анықтама оның орнын уақытша ауыстыра алады. Анықтама жеке адамға байланысты нақты бір ақпаратты растау үшін беріледі. Мысалы, фамилиясы, аты жөні, туған күні, туған жері, еңбек өтілі, атқаратын қызметі, білімі туралы мәлімет, мамандығы және тағы басқа түрлі жағдайларда беріледі. Жеке тұлғаның жылжымайтын мүлігі туралы анықтаманы алу ерекшелігі жайында егов порталының видеосын көруге шақырамыз, студенттер. Жеке тұлғаның жылжымайтын мүліктің болуы немесе болмауы туралы анықтама. Қарапайым тілмен айтқанда, сіздің атыңызға қандай болмасын жылжымайтын мүліктің тіркелгенін немесе тіркелмегенін көрсететін анықтама. Банктен несие алу немесе мемлекеттік тұрғын үй бағдарламаларына қатысу кезінде қажет болуы мүмкін. Ол үшін азаматтарға арналған үкімет бөлімшесіне де жүгіне аласыз, алайда егов порталы көмегімен қызмет алу әрі тез, әрі оңай. егов порталының басты парақшасынан жылжымайтын мүлік бөліміне өтіп, болған қызметтер тізімінен жеке тұлғаның жылжымайтын мүліктің болмауы немесе болуы туралы анықтама беру тармағын таңдаңыз. Онлайн сұрау батырмасын басыңыз. Енді порталда авторизациядан өту қажет. Мұны бірнеше тәсілмен орындауға болады. Логин және құпия сөз енгізу арқылы, ЭЦК арқылы, сим-картаға тіркелген ЭЦК арқылы немесе бір жолғы құпия сөз арқылы. Енді электронды цифрлық қолтаңба көмегімен порталға кірейік. Осыдан соң 3 қарапайым қадам орындау қажет. Біріншісі, анықтаманы кім үшін? Өзіңіз немесе балаңыз үшін алатыныңызды таңдаңыз. Содан соң жылжымайтын мүлікті қай облыстан немесе қай қаладан іздеу қажеттігін нақтылаңыз. Келесі қадам, анықтама алу туралы өтінімге қол қою. Қол қоюдың да бірнеше нұсқасы бар. Біз қайта ЭЦК пайдаланайық. Міне дайын, сіздің анықтама алу туралы өтінімізге қол қойылып жіберілді. Енді күту қажет. Әдетте жауап 20 минут ішінде, кейде 1 күнге дейінгі мерзімге келуі мүмкін. Анықтаманы сол парақшадан таба аласыз. Ол сізге қазақ және орыс тілдерінде беріледі. Сіз оны бірден жүктеп, өзіңізге қажетті нұсқасын басып шығара аласыз. Сіз сұратылған құжаттардың тарихын жеке кабинеттегі қызметтерді алу тарихынан әрқашан таба аласыз. Бірақ есіңізде болсын, жеке тұлғаның жылжымайтын мүліктің болуы немесе болмауы туралы анықтама берілген мезетінде ғана жарамды. Портал қызметтерін игілігіңізге пайдаланыңыз. Құрметті студенттер, анықтаманы алу тәртібімен таныстыңыздар. Енді оның өзіне тән ерекшеліктермен танысамыз. Анықтамада берілген мәлімет әркез мұқият тексерілуі қажет. Анықтамадағы қызметтік сипаттағы мәліметті тиісті бөлім қызметкері тексереді. Анықтама беру журналындағы рет санының өсу тәртібіне орай әр анықтамаға номер қойылады және бірнеше дана берілсе, ол да көрсетіледі. Анықтаманың құрылымына мына мәліметтер кіреді. Құжат аты, негізгі мәтін, анықтаманы қай ұйымға берілгені туралы мәлімет, анықтаманың жарамдылық мерзімі жайлы мәлімет, анықтаманы беріп отырған мөрі мен анықтама беруші адамның қолы.
анықтаманың құрылымы мен өзіне тән ерекшелігімен танысып алғаннан кейін өз бетімізбен анықтама жазамыз. Бірінші тапсырма. Берілген үлгіге қарап анықтама жазамыз. Екінші тапсырма. Сөз тіркестерінің логикалық байланысын сақтай отырып, жинақы мәтін құрыңыз. Егін, жер жырту, дән себу, жанармай, еңбектің наны, берекелі іс. Құрметті студенттер, тапсырманы орындап болғаннан кейін кері қарай жолдауды ұмытпаңыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.